Көптеген адамдар сұрайды, құрметті дәрігер, менде мигрен бар ма? Әр бас ауруы мигрен бе? Жауап жоқ. Сонымен мигрен деген не? Мигрен бұл мидың негізгі бас ауруы синдромы. Мигреннің себебі неде? Көптеген зерттеушілер мида вазодилатация деп аталатын нәрсе бар деп санайды. Бұл мидың ішіне кенеттен қанның ағуы, мидағы қан көлемінің кеңеюі. Мигрен деп аталатын симптоматикалық бас ауруына әкеледі дегенді білдіреді. Мигреннің классикалық белгілері қандай? Науқастарда бас ауруы болуы мүмкін. Ол көбінесе бір жақты, яғни басының бір жағына әсер етеді. Бірақ сирек жағдайларда ол екі жағына да әсер етуі мүмкін. Классикалық фотосезімталдық, яғни жарық немесе күн сәулесіне түскенде бас ауруы күшейеді. Содан кейін фонофобия, яғни қатты дыбыстар, құлақ қаптар, адамдар көп жиналған жерлерде болғанда, және музыка, білесіз бе, қатты музыка бұл бас ауруын қоздыруы мүмкін, және сол кезде біз бұл мигрен болуы мүмкін деп ойлаймыз. Кейбір адамдарда мигрен бас ауруы кезінде көру бұзылыстары болуы мүмкін. Оларда жай ғана бұлыңғыр көру, немесе көз алдында кейбір пішіндер немесе жарық жарқылдары көрінуі мүмкін. Бұл мигреннің көру аурасы деп аталады. Және көбінесе оларда жүрек айнуы болады. Немесе олар бұл бас ауруымен құсуға дейін барады. Барлық бас ауруы мигрен бас ауруы бола бермейді. Сонымен біреудің мигрен екенін анықтау үшін қандай маңызды тест бар? Бұл мидың қарапайым сканерлеуі, немесе мидың мұрт арқылы жасалатын ми сканерлеуі. Бірақ мидың басқа ештеңесі жоқ екенін дәлелдеу үшін неврологтың бақылауымен ми сканерлеуін жасауды ұмытпаңыз, және бұл тек мигрен бас ауруы екенін дәлелдеңіз. Мигрен бас ауруын қалай алдын аламыз? Ең маңызды нәрсе ұйқы. 7-8 сағаттық тыныш ұйқы, әсіресе мигрені бар адамдар үшін міндетті. Улы иістерге, табиғи майларға ұшырамаңыз. Мен мұны қайтадан баса айтқым келеді. Эвкалипт майы сияқты табиғи майлар біз қолданатын барлық бальзамдар. Мигренді қалай емдейміз? Мигрен емделеді ме? Жоқ па? Дәрігер деп көп адамдар сұрайды. Мигрен емделеді. Бірақ кейбір мигрендер тек бақылауға алынып, толық емделмейді. Қазір нарықта мигренді емдеу және бақылау үшін көптеген дәрілер бар. Шын мәнінде жақында кейбір моноклоналды антиденелерді мақұлдады. Олар емделмейтін мигрені бар науқастарға берілетін инъекциялық уколдар. Мұнда олар айына бір рет инъекция алады. Және шамамен 10-12 инъекциядан кейін 1 жыл шамасында бас ауруынан құтылады. Сондықтан құрметті достар, сіздерге арналған негізгі хабарлама: әр бас ауруы мигрен емес. Егер сізде ұзақ уақыт бойы бас ауруы болса, дәрігеріңізге барып, миыңыздың сканерлеуін жасауды ұмытпаңыз. Дені сау өмір салты арқылы мигреннің алдын алу өте маңызды. Және мигренді емдеу жақсы дамыған көптеген нұсқалар бар. Рахмет.